Жаңартылған білім беру мазмұнына көшу мұғалімдер алдында үлкен міндеттер жүктеуде. Солардың бірі оқушылардың бағдарламаны меңгеру мен олардың жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі тәсілдерін өзгерту. Тарих сабағында Learning Apps онлайн сервис арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыру. Бұл сервиске кіру үшін браузердің адрестік жолағына learningsapps.org деп жазамыз. Егер де сіз бұл сервиске бұрын тіркелмеген болсаңыз, логин-пароль құрып тіркелесіз. Барлық жаттығулар батырмасына өту арқылы бұрын жүктелген дайын тапсырмаларды қарап, өзгертіп, толықтыру жасауға болады. Оқытушы барлық жаттығу, жаңа жаттығу, менің сыныптарым, менің жаттығуларым қызметтерін пайдаланады. Жаңа жаттығу қызметі жұпты табу, классификация, хронологиялық кесте, мәтін енгізу, суреттерді іріктеу, викториналық сұрақтар, бос орындарды толықтыру, тағы да басқа модульдерді ұсынады. Жаңа жаттығу батырмасы арқылы, мысалға, сөйлемді толықтыру тапсырмасын қазір әзірлеп көрейік. Бұл жерде жаттығудың аты және қалай орындау керек екенін қысқаша жазуға болады. Тапсырма бойынша керекті мәтінді жазу қажет. Белгілерді қолдану арқылы мәтінді қай жерге енгізу керектігін көрсетеміз. Бос орындардың орнына жазылатын сөздерді көрсетілген жерде ұяшықтарға толтырамыз. Кері байланыс: егер барлық сұрақтарға дұрыс жауап берілген болса, онда бұл жерге кейіннен қосымша ретінде шығатын мәтінді жазыңыз. Мысалы, өте жақсы, жарайсың деген сөздерді жазуға болады. Қажет болса жаттығудың фондық суретін таңдаңыз. Көмек батырмасын қолдануға болады. Сіз сол жақ жоғары бұрыштағы белгішені пайдаланып, пайдаланушы көре алатын жаттығуларға кеңестер жасай аласыз. Қаласаңыз, бұл жерді бос қалдыруға болады. Кейін жаттығуды сақтаймыз және әзірленген тапсырманы ссылка арқылы оқушылармен бөлісеміз. Оқушылар ссылка арқылы өтіп, тапсырманы орындайды. Тапсырма орындап болғаннан кейін оқушыларға жауаптардың дұрыс немесе бұрыс болғандығы жасыл және қызыл түстермен көрсетіледі. Педагог мамандар оқытудың ең тиімді әдіс тәсілдерін зерттеп, тәжірибе жүзінде сынап келеді. Бірнеше оқыту әдістерін салыстыру, қарастыру арқылы әр оқытушы оқытудың жаңа технологияларын таңдап, ой елегінен өткізіп, өздерінің сабақтарында Learning Apps онлайн сервисін қолдануды ұсынамын.